егер мысалы адам проект дайындалып келеді ғой, үй жұмысы ретінде, ол проекттің дұрыстап толық ашылмауы, тағы да сол ақаулықтар интернетке байланысты. Сондықтан мінсіз мектеп емес, ол қолайлы мектепте болу керек деп ойлаймын. Онда менің ойымша балаларға сабақты оқуды оңайырақ болу үшін әрине де бәрі электронды түрде болу керек деп санаймын. Компьютерлер, электронды тақталар және де кітап тасыған қазір менің ойымша уже ықтималды емес. Себебі өзім мен мектепке кітап әкелмей, бір планшетті ғана алып келемін. Тағы да робототехника туралы айта кетейік. Робототехника біздің өмірімізде өте маңызды болады. Неге дейсіз? Өйткені біз робототехника арқылы біз құрастыруды үйренеміз. Қазір дамыған заман, дамыған технология дегендей, олардың барлық қатты қажет бізге. Қазіргі сабақ өтілуі, мысалға қарапайым бұрынғыдан қарағанда сапалырақ болған дұрыс сияқты. Менің ойымша планшет. Себебі ноутбук ауыр болады кішкене, оған да жауапкершілік керек оны қарау үшін, ал планшет телефон сияқты жеңіл. IT-технология жағынан, мысалы информатика кабинеттерінде көптеген жақсы процессормен, жақсы компьютер, ноутбуктармен не істеу керекпіз? Нығайту керекпіз. Ол жерде жаңа технология болса, оқушылар қызық болады. Мысал келтірсек бола ма? Ескі мектептермен бином салыстыратын болсақ, бином күшті технологиялық мықты. Негізі басында мен ойлағам, бином қаражатпен кіріп оқу керек деп платный мектепте ойлағам. Негізі бірақ сосын бесплатный дегеннен кейін не істеп қалдым, шок болып қалдым. Өйткені ол жерде технология қатты дамыған. IT программированияға арналған түрлі құрал жабдықтар, компьютерлер, ноутбуктер. Мен ойымша біз Google-мен қолдану керекпіз, себебі оқушыларға жеңілірек болады, және де мұғалімдерге жеңілірек болады. Мен Google-мен көп қолданамын, себебі үй тапсырмаларына, одан бөлек олимпиада жоба қатысамын, соған ақпарат жинауға, одан бөлек достармен араласуға, енді Google-мен емес, көптеген ғаламтор жүйелер бар ғой, солармен қолданамын. Бірақ көбінесе Google-мен сол сабаққа байланысты.